Баршаларыңызға ассалаумалейкум, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода тарихы 130 жылдан астам уақытты құраған Қазақстандағы Жаркент қаласындағы Қытай үлгісімен салынған мешіт туралы айтатын боламын. Бұл мешіт Қазақстандағы ең ерекше топ 10-қа кіретін мешіт. Сондықтан да өз тарихымыздан сырды білу үшін видеодан алыстамаңыздар. 1887-1892 жылдар аралығында халықтан жинаған қаржыға бірінші гильдиядағы саудагер Вали-Ахун Юлдашев арнайы Қытай сәулетшісі Хон Пикке салдырған болатын. Тіптен бұл Хон Пик осы мешітті Қытай үлгісінде салғаны үшін сол кезеңдерде өлім жазасына кесілген екен. Жалпы бұл мешіттің топ 10-қа кіруінің басты себебі мешітті салыну барысында ешқандай шеге қолданылмаған. Бағаналар бір-бірімен қиюластырылып, арнайы кірістіріліп жасалынған. Тіптен бағаналардың өзі Іле Алатауының биік шыңдарында әзірленіп, әбден тазаланып, күнге кептірілген. Одан кейін оларды құрылыс орнына әкелгеннен кейін желіммен тегістеп, желімдеп, дәкемен орап тастаған. Ал мешітке пайдаланылған қыш кірпіштер Қапшағай өңірінің таза құмдарынан таңдалып, құйылып, сол жерде кептіріліп, дайындалып, Жаркентке жеткізілген. Кеңес үкіметінің кереғар саясатының кесірінен бұл мешіт ғимараты кезінде кино залы, астық қоймасы, тұрғын үй ретінде де пайдаланылған. Кейіннен 1978 жылдан бастап Дінмұхамед Қонаевтың қолдауымен бұл мешіт көркем өнер музейі болып тарихи танымдық қызмет атқарып келеді. Мешіттің сыртқы бейнесі Қытай үлгісімен салынған болса да, ішінде Құран аяттарымен қатар қазақтың қошқар мүйізді оюын да кездестіре алады екенбіз. Сондай-ақ бұл мешіт қазіргі таңда көркем музей болғандықтан 19 ғасырда қолмен жасалынған әртүрлі алашаларды, ыдыстарды, қыш құмыраларды, сол кездегі киім үлгісінің барлығын кездестіре аламыз. Жалпы мешіт аумағына оңтүстік, солтүстік қақпалар әртүрлі дуалдардан басқа кіші мешіт, үлкен мешіт және медреселердің болғанын біле алады екенбіз. Кіші мешіттің өзіне 500 адам сыйса, үлкен мешіт, яғни жұма намазы оқылатын мешітке 1500-1600 адам сыйған екен. Бұл сандарға қарап, біз сол уақыттағы Жаркент қаласындағы адамдардың санын білсек, сонымен қатар бұл мешіттен қарилар, имамдар, тіптен ұстаздардың шыққанын көре алады екенбіз. Мінекей Жаркент қаласындағы мешіттің тарихы, жалпы мағлұматы осындай болды. Сіз Қазақстандағы қандай ерекше мешіттерді білесіз, соны комментарийға жаза кетсеңіз болады. Бәлкім сол мешітті келесі жолы мен өз видеомда жариялап қалатын боламын. Сіздермен бірге болған Жансая. Каналыма тіркелмесеңіз, тіркеліп кетіңіздер, және де өз тарихымызды білу үшін осы видеоны WhatsApp желісінде, әртүрлі әлеуметтік желілерде бөліссеңіздер болады. Сіздермен бірге болған Жансая. Келесі видеоларда кездескенше, ассалаумалейкум.